Құрметті достар, қазақша трейд каналының жаңадан көрермендері, енді біздің канал новидан ашылды, жаңадан ашылды. Мен қазір Алимтрейд арқылы сіздерге бір керемет стратегия, бұл жерде стратегия емес, мен тренд көріппін керемет. Міне қызыл свеча және жасыл свечадан кейін ғана мен трендтің кезінде қоюымыз керек. Мен қазір $3 астына қоямын. Хоппа. Ой, вот. Қазір бұл астына кетеді. Мен осы қазірді дәл осылай ақша істедім. Вот, мына жерде 3.91 осылай трендке қойдым. Соңында кішкене үстіне қарай кетіп. Бұл жерде қазір астына түседі, сөйтіп мен плюсқа кетем десем де болады. 10 минутқа қойдым. Міне әр свечаның уақыты 10 минут. Мен қазір $65 шотымда бар. $60 толтырған болатынмын. Кеше ғана $10 шештім. Уже бүгін тағы нәсіп Алла қаласа $10 шешетін боламын. Мен каналды қолдап кетіңіздер. Жаңадан ашылған канал, біздің канал. Алдағы уақыттарда мен ноутбукпен де торговля жасаймын, телефонмен де. Сіздерге ноутбукпен де көрсетемін. Телефон десеңіздер, жай смартфондармен де ақша жасаудың жолдарын, стратегияларды көрсететін боламын. Қазір болғаннан кейін $10 бірге вывести жасайтын боламыз. Бұл Алимтрейд. Негізі бұл түсіндіріп кетейін енді жарайды. Түсіндіріп кетсем, бұл яғни брокер, Алимтрейд брокер, ішінде осындай валютный паралар болады, валюталардың курстары. Соларға біздер сделка жасайтын боламыз. Уақытын белгілейміз, суммамызды қоямыз, астына немесе үстіне. Солай және свечамен торговля жасасаңыздар болады, зонный графикпен торговля жасасаңыздар болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз, өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жасайтын боласыздар. Кәне міне валютный паралар біздерге ең үлкені 82%, яғни бұл дегеніміз сізден қойған суммаңызға 82% үстіне қосылатын болады ақшаңыз. Міне евро доллар бар, КПП USD, AUCF, AUCP, японский иена, биткоиндар, міне криптовалюталарға да сделка жасасаңыздар болады. Бұл яғни fixed time минут уақыт арқылы жасайсыз. Мына жағында Форекс бар. Форекске кәдімгі өздеріңіз білетіндеріңіздей сумма жасап, ол уақыт қалаған уақыттарыңызға жабасыздар. Солай міне Litecoin кәдімгі криптовалюталарда бар. Алтын барлығы осы жерде. Міне үлкен BMW компаниялар, бұлар қазір жабық тұр. Coca-Cola. Осыларға да сделка жасасаңыздар болады. Мен қазір сделкамды көрейін. Қазір жабылса, егеде Алла қалап плюсқа жабылса, егеде $40 үстіне қосылады $3. Сөйтіп менде примерно 3-5 болады. Примерно 70-тан асады доллар болады, 71-дей болады шығар. Солай вывести жасайтын боламыз өзіміздің ақшамыз. Мына жерде бізге продать деп шығып тұр, жасыл светпен көріп тұрғандарыңыздай. Осы қазір уақыт бітпей тұрып сатсақ, үстіне ақша қосып, міне уже $3 беріп тұр продать. Солай каналға жазылыңыздар, подписаться етіңіздер. Ал мен видеоны ускорить етем.
Ал құрметті достар, көріп тұрғандарыңыздай міне менің сделкам плюсқа жабылды, яғни шотымда уже $71 болды. Бұл стратегия айттым, міне тренд кетіп жатыр, қарап отқандарыңыздай. Үстіне мынау жасыл свеча дейтін үстіне көтерілген кезде, ол тренд астына кетіп отқан кезде, ол қайтып астына түседі. Міне қарап отсаңыздар, міне астына кетіп жатыр. Бір свеча 10 минут бойы үстіне жасыл жанды. Астына түсті, бір свеча үстіне кетті, астына түсті, свеча астына үстіне кетті, уже мен астына қоямын. Үстіне кетті, мен астына қоямын. Мынау қазір астына кету керек, негізі менің ойымша. Үстіне кетсе, енді бұл жерде уже тренд өзгеріп жатыр десем де болады, уже тренд уже разворот жасап кетуде мүмкін. Вот, енді мен шотымда сіздерге вывести жасап көрсетейін. Кіреміз, ой, кешіріңіздер. Мен ноутбукпен постоянно вывести жасайтын едім. Қазір таппай қалдым ғой жердегі. Пополнить басып кетті. Вот, вывести. Әрең таптым ғой өз. Негізі ноутбукпен жасаймын, ноутбукта үстінде тұрады, сразу телефонмен кішкене торговля жасайтын. Мына менің банковский картам тұр, өзі енгізілген. Осыған $11 да 20 цент ал жарайды. $60 қалсын. Отправить заявку. Вот, менің обработка етіліп жатыр. Заявкам. Егер түссе, мен сіздерге көрсетемін. Сбербанкқа түседі маған. Мен Сбербанкқа мен алдың күнді ақша салған болатынмын. Ақша вывести жасадым $10. Ішінде бір 500 теңге дейма бар еді, 600 теңге дейма. Үстіне бір 4000 теңгедей қосылды тағы. Қазір көрсетейін сіздерге Сбербанкымды. Шынымен түсетінін көрсетейін. Қазір ішіндегі ақшасын көрсетем. Түскен сообщение барлығын көрсететін боламын. Вот 4600 теңге бар, көрдіңіздер. Жаңа жарты сағаттың ішінде Сбербанкыма түсті. Жаңа 4600, енді 9267 болды. Сол, достар, міне Олимтрейдтен келді, реально. Мен Олимтрейдінде қазір $60 қалды жаңа выплатадан кейін. Ровно $60 қалды, я. Сол, достар, каналға подписаться етіңіздер, жазылыңыздар, лайк басыңыздар, міне $60 едіне шот. Алдағы уақыттарда барлығымыз бірге сіздерге үйрететін боламын. Бір группа ашып, сол жерде барлығымыз бірге торговать ететін боламыз. Жарайды, сау болыңыздар.